Ал қайырлы кеш, қалайсыздар? Бүгін біздің Арифтің туған күні осылай басталып жатыр. Жайлап мана күнді жасаған фотозонамыздың қасына осылай столда әкеліп, өзіміз шағындап осылай туған күнін өткіздік. Мына жерде көршім бар Шынар, оның Ернар дейтін баласы. Біздің Арифпен екеуінің арасы тастай 5 күн. Екеуі құрдас. Сол құрдасыңды алып кел, мен баламның құрдасын әкел екеуміз шай ішейік, тып-тыныш өзіміз деп, ешкім жоқ келе ғой деп, сонымен мантымызды жеп алып, мына жерде Арифке тортын үрдіріп, одан кейін Дәулет осы жерде өзінің подаркасын тарту етіп жатыр. Мына жерде кешегі моторика робот қой, соны көрсетіп осы жерде мәреселе болып, торт пен шайымызды ішіп, мантымызды жеп, жеңіл-желпі өзіміз туған күнді тойладық. Осылай ертең апасы келгесін Арифтің бұйырса дұрыстап міндетті түрде қайтадан өзіміз жақсылап тойлайтын боламыз. Папамыз жұмыста болғасын, осылай шағындап өзіміз көршімізбен отырып, шайымызды ішіп, әңгімемізді айтып, мантымызды жеп, тортымызды жеп, осымен туған күн аяқталды. Арифтің жасы қайырлы, берекелі болсын, дені сау болсын, ауырмай, сырқырамай, бейнет көрсетпей біздерге балапанымыз өсіп кетсін деген тілегіміз бар. Аллаға саған сымадақ мақтаулар болсын.